Қарт пен тапқыр жігіт. Бір қарт адам болып, өзі ғалым болыпты. Бір күні шаһарға барып, үйіне қайтып келе жатса, оны бір жас жігіт қуып жетеді. Ол келе жатып жөн сұрасады да, барар жолы бір болғаннан кейін, «Ата, жолды қысқартайық» дейді. Қарт, «Жол қалай қысқарады?» дейді ғой. Жігіт болса, «Жолдың қысқаруы оңай. Екеуміз бір-бірімізді кезек-кезек арқаласақ болғаны» дейді. Шал ішінен, «Япырмай-ай, мына бір кесапатты адам болмаса егеді. Сөзінің түрі жаман екен. Ат матымен мені бұлақ қалай арқалайды? Мен қалай арқаламақшымын?» деп ойлап, жауап қайырмай бетіне ажырайып қарап қояды. Мұнан кейін жігіт те үндемей келе жатады да, орылмаған, бірақ пісіп тұрған егінді көріп, «Ата, мына егін сіздің елдікі ме?» дейді. Қарт, «Я, біздің елдікі» дейді. Жігіт, «Иесін білесіз бе?» дейді. Қарт, «Білемін» дейді. «Олай болғанда, бұл өзі желініп қойған егін бе? Жоқ, желінбеген егін бе?» дейді. Қарт тағы да бетіне ажырайып қарап қояды да, «Апырмай, мынаның бір сөзінен бір сөзі сорақы болды-ау. Орылмай тұрған егінді көре тұра, бұл не айтқаны?» деп ойлайды. Онан өтіп, жолшыбай бір елге кездеседі. Бұл елдің адамдары бір өлген кісіні көтеріп, қабірге қойғалы апара жатыр екен. Жігіт, «Ата, мына кісіні білесіз бе?» деп сұрайды. Қарт, «Білемін» дейді. Жігіт, «Ата, мына кісі өлген адам ба, өлмеген адам ба?» деп сұрайды. Қарт шыдай алмай, «Өлмесе жерлеуге апармайды ғой» деп жігіттің бетін қайырып тастайды. Жігіт үндемейді. Көтеріп келе жатқан өліктің қабірі жолда екен. Бұлар қабіршілерге келеді де солармен бірге өлікті қойысады. Бұлай шыққаннан кейін, «Ата, әлгі кісі өлмеген екен» дейді. «Я Құдай, мынаның кесапатынан құтқара көр. Көрге көміп тастаған адам өлмей ме екен? Бұл не деген ақымақ?» дейді қарт ішінен. Күн кеш болады. Екеуі қарттың үйіне келеді. Қарт оны ұнатпаса да, күні бойы жолдас болып, бірге келген соң қондырмасқа болмады. Қонағын үйіне кіргізеді де, бой жеткен жалғыз қызы бар екен. Соны оңаша шақырып алып, «Шырағым, менімен бірге үйге бір жігіт келді. Мейман ет. Бірақ сүйкімсіз мінезі бар. Сөзінде кесапаты зор адам» дейді. Қыз тамаға келіп беріп, қонақпен сөйлесіп көрсе, сөзі мағыналы, кескіні де ажарлы екен. Қыз, «Япыр-ау, әкемнің айтқаны осы кісі ме? Басқа жігіт пе?» деген оймен әкесіне келеді де, «Әке, сізбен еріп келген жолдасыңыз екі кісі ме, әлде бір кісі ме?» дейді. Әкесі, «Жалғыз кісі» дейді. «Үйде отырған қонақ сол ма?» деп сұрайды қыз. Әкесі, «Я, сол» дейді. Қыз, «Сөзінде кесапаты зор деген адамыңыз осы болса, мұнан қандай кесапат көрдіңіз?» дейді. Қарт, «Ойбай шырағым, оның күні бойы сөйлеген сөзінде кесапатсыз бір сөз жоқ. Әуелі ол жол қысқартайық деді. Мен жол қалай қысқартады деп едім, ол бір-бірімізді кезек арқалап отырайық деді. Ол мен оны қалай арқаламақшымыз деп ойладым. Мұнысы былай тұрсын, онан өтіп пісіп тұрған егінді кес келіп едік. «Ата, мына егін желініп қойған ба, желінбеген ба?» деп сұрады. «Орылмай тұрған егінді кім жеп қояды?» дедім мен.
Бұл мұнымен тұрсын, бір кісі өліп, оны табытқа салып қойғалы апара жатыр екен. Соны көре сала, ата мына кісі өлген ба, өлмеген адам ба деді. Одан шығып келе жатыр едік, ата жаңағы адам өлмеген екен деді. Міне, мен оның осындай 4 кесапатты сөзін естідім дейді. Сонда қыз тұрып: әке, бұл сөздер кесапатты сөздер емес, зор мағыналы сөздер. Сіз оның айтқан сөзіне түсінбеген екенсіз. Оның бірінші кезек арқаласып отыралық дегені, кезекпе-кезек әңгіме айтып отырайық, жол қысқарсын дегені. Екінші, мына егін желінген бе, желінбеген бе дегені, байдікі ме, кедейдікі ме дегені. Байдікі болса, өз көлігімен кісі жалдап жыртып, өз тұқымын себеді, өнімін ертең өз алады. Ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдіңкі болса, ол сорлы, тұқымды несие сатып алып, жерді көлік жалдап жыртады да, түскен өнімін борыштан аспайды. Сондықтан ол шикідей жеп қойғанмен бір есеп болады. Үшінші, өлген адам ба, өлмеген адам ба деп сұрағаны, баласы бар ма дегені. Ол өлген адамды қабірге салғанда, оның балалары қабірдің басында барлығы бүлініп, жылап тұрған шығар. Оны өлмеген адам екен дегені сол болу керек. Артында қалған баласы бар адамның аты жойылмайды. Сондықтан ол өлмейді деген сөз екен. Сіз ол жұмбағын шеше алмаған екенсіз деген соң, қарт өзінің қате ойлағанын сезеді де, жігіттің қолын алып: мен сенің айтқан сөздеріңе түсіне алмай, ішімнен соған қатты ренжіп едім. Олай емес, сен ақылды жігіт екенсің. Мына менің қызыммен екеуің ақылың тең. Екеуің бірге өмір сүріңдер деп қызын соған беріпті.